Шыңғысхан 1154 жылы доңыз жылы моғол ішінде бұлынилдық деген жерде туыпты. Туғанда бір қолы жұмулы болған соң кіндігін кескен қатын ашып қараса, уысында қан бар екен. Соны ақсақалдар естіп, көп ел болып, зор хан болып көп қан төгеді деген жырымдама жасайды. Ақырында сонысы дұрыс келді. Бұл Шыңғысханның алған жерін, қылған ісін түгел айтуға бір үлкен кітап болады. Бір шеті Қытай, бір шеті Араб барша Азиядағы жұртты түгел алып, Европаның да берік шетін алды. Осы Шыңғыс тауында хан көтеріліп, Хақан, яғни хандардың ханы атанып, үлкен хан болғаны 1203 жылы болса керек. Парсы жағын алып, қайтарында Бұхарадан молда келдіріп, дін жайын сұрап өзгенің бәріне дұрыс деп, қаз жайын сұрағанда, жердің жүзінің бәрі Құдайдың үйі болса керек. Ондай бір ғана жер Құдайдың үйі демек дұрыс емес деп, молдаларға сый беріп қайырды. Шыңғыстың 4 баласы Жошы, Шығатай, Үгедей, Төле. Шыңғысхан тірі күнінде елді 4-еуіне бөліп беріп, бәрінің үстінен Үгедейді Хақан қойды. Сонда қырғыз, қазақ, сарт, ноғай, барша татар аталары Жошы менен Шығатай қол астында болған. Жошының үлкен баласы Орда, оның лақап аты Ежен еді. Бұл қалмақ хандарының атасы болса керек. Оның мәнісін білмеймін. Бірақ Еженнің бір баласы Толу, оның баласы Аяшы, оның баласы Ғазан хан. Жошының екінші баласы Бату хан, лақап аты Сайын. 1227 жылы Шыңғыс тірі күнінде Жошының орнына хан болды. Мұның орыс жұртын қаратып алғаны 1243 жылы еді. Батудың 4 баласы Мөңге Темір, Сыртақ, Ұлақшы, Тоқан. Тоқанның баласы Тода Мөңге. Мөңге Темірдің баласы Тоғырул. Оның баласы Өзбек хан, өзі де мұсылман болып, халқын да мұсылман қылып, сонда Жошы ұлысы Өзбек атанды. Оның баласы Жәнібек. Бұл да жақсы хан болды. Мұның баласы Бердібек хан болған соң, хандық өз тұқымыма қалсын деп туысқан жақындарын өлтіре беріп, аяғында өзі де 2 жылға толмай өлді. Бату нәсілінің хандығы жоғалды. Сол себептен нар мойыны Бердібекте кесілді деген мақал осыдан қалған. Жошының 3-ші баласы Бөрге оғлан. Шыңғыс нәсілінен де бұрын мұсылман болған осы еді. Береке хан атанып еді. Бірақ халқы мұсылман болмаған соң, Өзбекке шейін мұсылмандық жоғалып еді. Бұл Берге хан 1266 жылы өлді. Жошының 4-ші баласы Тоқай Темір. Біздің қазақ осының қол астында болған, және Әбілмансұр Абылай ханның арғы-атасы осы еді. Тоқай Темірдің 4 баласы Мөңге Темір, Тода Мөңге, Уран Темір, Өз Темір. Мөңге Темірдің баласы Тоқтағу. Өз Темірдің 3 баласы Қожа, Сарижа, Абай. Қожаның баласы Бадақұл. Оның баласы Арысхан. Оның 2 баласы Темірмәлік хан, Құйыршық хан. Темірмәліктің 3 баласы Бекболат, Темірқұтты, Шадибек. Темірқұттының 2 баласы Болат хан, Темір хан. Бұл Темірдің лақап аты Ұлық Мұхаммед хан. Біздің қазақ Орманбет хан дейді. Бекболат, Шадибек һәм Темірқұттының нәсілі Ноғай хандары. Жоғарғы Құйыршық ханның баласы Барақ хан. Оның 2 баласы Дәруиш хан, Абусахит хан. Әз-Жәнібек хан аталған осы Абусахит еді. Қазақты ертіп алып, Қашқардағы Шағатай нәсіліне қаратқан Әз-Жәнібек осы еді. Мұның 9 баласы Ираншы, Махмұд, Қасымхан, Әйтек, Жаныс, Қамбар, Тәтш, Үсек, Жәдік. Осы айтылған Қасымхан біздің қазақта Қасым ханның қасқа жолы деген бітім жолын шығарған хан еді. Мұның баласы Сығай хан, 2 баласы Тәуекел хан, Ондан. Бұл Онданның баласы Қайнар кішік. Оның баласы Бекей. Оның баласы Құдайменде. Оның баласы Тұрсын. Оның баласы Кіші Барақ. Оның балалары Сығай, Дайыр, Қанбаба, Бөкей хан, Маман, Қанғожа.
Осы айтылған Бөкей ханның 9 баласы бар: Шыңғыс, Есім, Уәли, Тәуке батыр, Сұлтанғазы, Әбілғазы, Көксал, Әбілмәмбет. Осы айтылған батырдың бір баласы Мырзатай, оның бір баласы Нұрмұхамед, оның баласы Әлихан Бөкейханов. Жоғарыда айтылған Сығай ханның бір баласы Тәуекел хан, оның баласы Есім хан. Қазақтың еңсегей бойлы ер Есім дегені осы хан еді, және Тұрсын Мұхамед ханды өлтіріп, Қатағанды шапқан осы еді. Оның 2 баласы Сұлтанбет, Жаһангер хан. Сұлтанбеттің баласы Орыс, оның баласы Тәтен, оның баласы Қанғожа, оның баласы Арғынғазы. Жоғарғы Жаһангер ханды біздің қазақ Салқам Жәңгір дейді. Оның 2 баласының бірі Қалмақ ханның қызы қатынынан туған Әз Тәуке хан, және бірі Ғайып ханнан қызынан туған Уәли Бақи. Салқам Жәңгірдің орнына Әз Тәуке хан болғанда Уәли Бақи өкпелеп, Үргеніштегі нағашысы Ғайып ханға кетеді. Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басында күнде кеңес деген бітім жолды шығарған осы еді. Әз Тәукенің 2 баласының бірі Әбілхайыр хан және бір баласы Болат хан. Оның 2 баласы Сәмеке, Әбілмәмбет. Ақтабан шұбырындыда орта жүзге Сәмеке хан еді. Ұлы жүзге үлкен хан Әбілмәмбет еді. Кіші жүзге Әбілхайыр хан еді. Сәмекенің баласы Құдайменде, оның баласы Қоңырқұлжа. Әбілмәмбет өзіміздің Әбілмансұрға үлкен хандығын берген еді. Оның 2 баласы Болат, Әбілфайыз. Болат баласы Сатемір, оның баласы Құдайменде, оның баласы Әкім төре. Әбілфайызды қазақ Әбілпейіз дейді. Оның 2 баласы Бопы, Жошы. Жоғарғы Уәли Бақидің баласы Қанішер Абылай, батырлығынан Қанішер атанған. Оның баласы Көркем Уәли, оның баласы өзіміздің хан Абылай, шын аты Әбілмансұр. Оның балалары Тоқ, Құсым, Арық, Әділ, Рүстем, Тоғым, Сөк, Әбділда, Шама, Уәли, Шыңғыс, Қасым. Бұл Қасымның балалары Есенгелді, Саржан, Кенесары, Тоқалдан Наурызбай туылған. Жоғарғы Жошының Тоқай Темір деген баласының бір баласының аты Өз Темір. Соның баласы Сарыжа, оның баласы Көншік. Оның 2 баласы Түлек Темір, Тоққұлы Қожа. Түлек Темірдің баласы Жебене, оның баласы Хасен. Оның баласы Мұхаммед, оның баласы Хажыгерей. Қырым хандары осы Хажыгерей нәсілінен. Мұның 8 баласы Дәулетияр, Нұрдәулет, Хайдар, Құтлық Заман, Келдеш, Өз Темір, Ямғұршы. Меңлігерей. Хажыгерейден соң Меңлігерей хан болып 1475 жылы Стамбул сұлтанына қарады. Мұнан соң көп уақыттан өткеннен кейін Сайып-керей болып, оның баласы Ғазы-керей болып, және бір баласы Фатих-керей болып, оның баласы Жәнібек-керей болып, оның баласы Мұхаммед-керей, онан соң жоғары Ғазы-керейдің баласы Ғинаят-керей, онан соң оның баласы Бахадүр-керей, онан соң оның баласы Мұхаммед-керей, онан соң Мұрат-керей, онан соң Дәулет-керей, онан соң Қаблан-керей, онан соң Сәлім-керей болған кезде Россияның князы Долгорукийдің сөзіменен Қырым халқы бұзылған соң Сәлім-керей Стамбулға қашты. Сол жолы орыспенен Османлы, яғни Стамбул падишасы бітімінде Қырым, Қобан, Бессарабияның сөзі еркі өзінде болсын деді. Бұл бітім 1774 жылы еді. Онан соң Сайып-керей хан болып, оның артынан жоғарғы Дәулет-керей бір азғана болып, онан соң Сайып-керейдің баласы Шаң-керей болып, князь Потемкиннің сөзіменен орысқа қарады. Қазынадан бек көп жалование алмақ болды. Бұл қарағаны 1783 жылы еді. 3-4 жылдан соң жалование да жоқ болды. Жоғарғы Көншіктің бір баласы Тоққұлы Қожа деп едік. Оның баласы Тойғожа, оның баласы атақты Тоқтамыс хан, мұның 8 баласы Жалаладдин, Жапарберді,
Көпек, Керімберді, Ескендір, Әбусахит, Көшек, Қадырберді. Баяғы Тоқтамыс ханға нөкер болған Едіге би өлді дегенде, еділ қатса кім өтпес, едіге өлсе кім кетпес деген осы Қадырберді еді. Осы мақал содан қалған. Жоғарғы Өстемірдің үшінші баласы Абай, оның баласы Томған, оның баласы Құтлық, оның баласы Темір Сұлтан, оның баласы Мұхаммед, оның баласы Шуақ, оның баласы Ярмұхаммед, Нұрмұхаммед. Нұрмұхаммедтің үш баласы Әбілғазиз, Хысырау, Сұбыхан құлы. Әбілғазиз Бұхараға хан болған. Әбілғазы Баһадүр хан уақытында Сұбыхан құлы Балықта еді. Жошының бесінші баласы Шайбан, оның екі баласы Баһадүр, Байнал, Қадақ, Былқа, Шерік, Нәркен, Құртқа, Аяшы, Сайылхан, Биянжар, Қонышы, Мажар. Ноғай хан атанған осы Баһадүр болса керек. Оның екі баласы Жошы бұға, Құтлық бұға. Жошы бұғаның төрт баласы Бадақұл, Бектемір, Нақчар, Есбұға. Бадақұлдың баласы Мыңтемір, оның алты баласы Елбек, Жәнта, Болат, Сүйініш, Төңке, Бекқонды. Болаттың екі баласы Ибрахим, Арабшах. Ибрахимнің екі баласы Хызыр, Дәулет Шайх. Хызырдың баласы Темір Қожа, Дәулет Шайхтың баласы Әбілхайыр хан. Қазақты алып Әз-Жәнібек хан өкпелеп кететұғын Әбілхайыр хан осы еді. Мұның екі баласы Хожа Мұхаммед, Шах-Бұтақ. Шах-Бұтақтың екі баласы Махмұд, Мұхаммед Шахбақыт. Шайбақ Шибани хан дейтұғын осы Шахбақыт еді. Ортөбеде Қасым ханға қараған тамам қазақ, өзбек өз ағам, сартсадағам деп қосылғаны осы Шайбақ еді. Мұның туысқаны Махмұдтың баласы Абдолла хан, оның баласы Әбділғазиз. Жоғарғы Ибрахимнің туысқаны Арабшахтың баласы Хажитолы, оның баласы Темір Шайх. Оның қалмақ өлтіргенде іште қалған баласы Ядғар хан, мұның төрт баласы Әбулах, Әмең, Әбек, Бүрге. Бүргені Шайбақ өлтіргенде қатыны Буаз қалып, оны жоғарғы айтылған Әбілхайырдың бір баласы Хожа Мұхаммед алып еді. Сол қатынның Бүргеден Буаз қалған баласы Жәнібек туды. Хожа Мұхаммед оны өз балам деушеді. Анығы Бүргенің баласы. Бұрын Бүргеден екі бала қалып еді. Елбарыс, Белбарыс. Елбарыстың үш баласы Сұлтанғазы, Мұхаммедқазы, Шерғазы. Сұлтанғазының екі баласы Ғұмарғазы, Хұсырауғазы. Найман атасы Софы мырзаның Араб Мұхаммедті өлтіремін мен, орнына қоямын деп алып келгені осы Хысырау еді. Белбарыстың үш баласы Хұсайынғажы, Құрбанғажы, Сұлтанғажы. Сұлтанғажының баласы Хасанқұл, оның екі баласы Біләл, Салық. Жоғарғы Бүрге ханның ішінде қалған баласы Жәнібектің баласы Ескендір. Оның баласы Бұхарада хан болған атақты Абдолла, оның баласы Абдулмомын. Жоғарғы Әменнің алты баласы Сафиян, Божға, Уаныш, Қалқан, Ақатай, Ағанай. Сафияның бес баласы Жүсіп, Жүніс, Ғали, Ағыш, Палуанқұл. Божғаның үш баласы Еш, Дос, Борым. Ештің екі баласы Шаққұлы, Тахир. Уаныштың үш баласы Дінмұхаммед, Махмұд, Ғали. Дінмұхаммедтің екі баласы Бенде Мұхаммед, Әбіл Мұхаммед. Бенде Мұхаммедтің баласы Тұрсын Мұхаммед, біздің арғы шешеміз Қоңыр бике. Осының қызы Хам Есімханның өлтіргені осы Тұрсын еді. Әбіл Мұхаммедтің баласы Жәлел. Уаныштың Махмұд деген баласының алты баласы Мұхаммед, Әмин, Ғали, Мұхаммадин, Араб, Ақбаба. Уаныштың Ғали деген баласының екі баласы Ескендір, Санжар. Ақатайдың алты баласы Хажы Мұхаммед, Махмұд, Болат, Темір, Аллақұлы, Сулаймен. Қажы Мұхаммедтің екі баласы Араб Мұхаммед, Сүйініш Мұхаммед. Араб Мұхаммедтің алты баласы Аспандияр,
Хабаш сұлтан, Шариф Мұхаммед, Хоразм, Шажарған сұлтан, Әбілғазы. Болаттың 4 баласы: Баба Хамза, Хоршы, Палуанқұл. Темірдің 3 баласы: Мұхаммед, Қадырберді, Әбілхайыр. Жоғарыда Мың Темірдің баласы Баққондының баласы Ғали, оның баласы Хажы Мұхаммед, оның баласы Махмүдік хан, оның 2 баласы Абақ, Мұртаза. Абақтың баласы Тулуқ, оның баласы Шамай сұлтан, оның баласы Ораз, оның баласы Бахадүр. Жоғарғы Мұртазаның баласы Көшім хан. Бұл Көшім қолынан Тұранды орыс алып, Көшім хан Маңғыт ішіне барып сонда өлді. Жошының 6 баласы Шымбай, оның нәсілін білмеймін. Жошының кенже баласы Берікжар, оның баласы Хинг, оның баласы Тағашы, онан кейінгісін білмеймін. Шыңғысханның 2 баласы Шағатайдың 7 баласы Мүтөген, Можы, Білдеші, Сайын Білге, Сарман, Байдар, Сүйміңке. Мүтөгеннің 3 баласы Қараәлеке, Бозай, Есенту. Қаракеленің баласы Мүбәрақшах, Бозайдың баласы Қодағай, оның баласы Бұға Темір, оның баласы Өзек Темір, оның баласы Ясур, оның баласы Ғазанхан. Бұл Ғазанбек зор хан болған. Алдына келерде әмірлер әлде қандай боламыз деп үй ішімен қоштасып келуші еді мұны. Өзінің қол астындағы әмір Фарғат дегенді түсіріп, оның орнына Үгедей нәсілінен Даншманша дегенді хан қойды. Ғазаннан соңғы хандарын әмірлер билеуші еді. Жоғарғы Есентудың баласы Барақ хан Ғаясаддин атанды. Мұның баласы Дүйшешен, оның 8 баласы Көпек, Сорғу, Дойтемір, Елгіштай, Күнже, Абукан, Тармашир, Есенбұға. Сорғынның баласы Баянқұл, Дойтемірдің баласы Боран, Елгіштайдың баласы Доржы, оның баласы Қабыл, Күнженің баласы Болат, оның баласы Мұхаммед, оның баласы Ғаділ. Абукеннің 2 баласы Есентемір, Жіңші екеуі бір шешеден еді. Жіңші хан болғанда, інісі Есентемір Жіңшіні өлтірмек болғанда, шешесі Жіңшіге айтып қойса да, Есентемір Жіңшіні өлтіріп хан болды, және сырымды айттың деп шешесінің емшегін кесті. Есентемірдің баласы Теміршах. Жоғарғы Есенбұға ханның баласы Тұғлұқ Темір. Бұл да бек зор хан болыпты. Әз Жәнібек хан Әбілхайыр ханға өкпелеп келіп қарағаны осы Тұғлұқ Темір еді. Мұның 2 баласы Ілияс қожа, Қызыр қожа. Қашқар, Жаркент, Алатаудағы хандар осының нәсілінен. Қызыр қожаның 1 баласы Жүніс, оның 2 баласы Махмұд, Ахмет. Махмұдтың лақап аты Жанеке. Ахмет біздің қазаққа хан болып, Қалмақты шапқаннан Алашы хан атанды. Бұларды Ора төбеде Шайбақ өлтірді. Шағатайдың 1 баласы Сарман, оның баласы Бекі. Шағатайдың және 1 баласы Байдар, оның 1 баласы Алғухан Шағатайдың өз орнына хан болды. Шағатайдың өзге нәсілін білмеймін. Шыңғыстың 3 баласы Үгедей өз орнына үлкен хақан болған. Мұның 5 баласы Күйік, Көтен, Көжу, Қарашар, Қашын. Қашынның баласы Хайду, оның баласы Даншманша. Мұның баласы Сұрғатмыш, оның баласы Махмұд. Аяғында Махмұдты өлтіріп, өзі хан болды. Стамбул ханы Йылдырым Баязидті ұстап, Алатұғында Қуыршақ Сықылды хан қылып алып барғаны осы еді. Шыңғыс ханның 4 баласы хам кенжесі Төле. Оның 4 баласы Мұнги Хақан, Хулагу, Құбылай, Арықбөке. Хулагу Иран Туранды түгел алып, хам Бағдат Мысырды да алып, Мұстафах Сымбылла халифаны өлтірді. Оның 5 баласы Мүңгө Темір, Ешмот, Абақа, Ахмет, Тарағай. Мүңгө Темірдің баласы Анбажы, оның баласы Темір. Оның баласы Жолғұтты, оның баласы Мұхаммед. Ешмоттың баласы Санеке, оның баласы Сүлеймен. Абақанның 2 баласы Арғын Қиғату. Арғынның 2 баласы Ғазанхан Олжайту. Тұлу нәсілінен ең бұрын мұсылман болған жоғарғы Хулагу баласы Ахмет деген еді. Ғазан Арғын баласы үлкен хан болған.
Стамбулдың хандарының атасы Ғұсман хан тұсында Румды алып, әрбір кішкене ханға бөліп жіберген осы Ғазан хан еді. Олжай тудың баласы Абу Сахид, Қиқа тудың баласы Алафарнақ, оның баласы Жахан Темір. Мұны түсіріп орнына атақты Шайх Хасан Жалайыр хан болды. Тарағайдың баласы Байду, оның баласы Мұса, оның баласы Ғали, оның баласы Арпахан. Осы шежіредегі айтылған барша моғол татарды билеген Шыңғысхан нәсілдері бір-бірін күндеп, өлтіріп, шабысып, хандыққа таласып, ақырында бөлек-бөлек кішкене хан болып, соның бәрінде аяғында ор салды. Жердің жүзін сілкінткен хандардың арты солай болды. Осыдан ғибрат алуы тиіс.